Бірінші сабақ екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші есеп ауызша есепте және жауаптардың өсу ретімен орналастыр. Сонда сен Алия тұратын қалада қандай фабрика бар екенін білесің. Мына мәндердің жауабын табуымыз қажет. С әріпі, яғни 8200 көбейту 40, 328 мыңға тең. Әріпі 9000 көбейту 40, 360 мыңға тең. Әріпі 2200 көбейту 40, тең 88 мың. Әріпі 2200 көбейту 30, тең 66 мың. Әріпі 3000 көбейту 30, тең 90 мыңға тең. Әріпі 9100 көбейту 30, тең 273 мыңға тең. Әріпі 7000 көбейту 30, тең 210 мыңға тең. Әріпі 2500 көбейту 40, тең 100 мың. 9500 көбейту 30, тең 285 мыңға тең. Келесі, мына қатарды шығарамыз. Әріпі 49 мың бөлу 7 мың, тең болады 7. Әріпі 42 мың бөлу 7 мың, тең 6. Әріпі 32 мың бөлу 8 мың, тең 4. 56 мың бөлу 7 мың, тең 8. Әріпі 88 мың бөлу 4 мың, тең 22. Әріпі 36 мың бөлу 400, тең 90. Сонда өсу ретімен жазатын болсақ, 4, 6, 7, 8, 22, 90 мың тоқыма сөзі шығады. 66 мың, 88 мың, 90 мың, 100 мың, 210 мың, 273 мың, 285 мың, 328 мың, 360 мың. Бұл фабрикасы. Сонда тоқыма фабрикасы. Алия тұратын қалада тоқыма фабрикасы бар. Есеп сызбасына қара. Берілген мәліметтер нені білдіреді? Есептен нені табу керек? Есепті шығару жоспарын құрап, оны шығармада жейде мен шалбар берілген. Дәл осылай жазамыз. Шалбар 90 дана, 60 метр артық, жейде 60 дана. 90 минус 60 тең 30 метр, 60 бөлу 30 тең 2 метр, бір бұйымға. 90 бөлу көбейту 2 тең 180 метр шалбарға, ал 60 көбейту 2 тең 120 метр жейдеге. 180 метр қосу 120 метр тең 300 метр. Жауабы барлық шалбар мен жейдені тігуге 300 метр мата кетті. Есепті шығар. Бір көзеші 1300 теңге, ал екіншісі дәл сондай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші көзеші 2 бұйым кем жасаған болса, онда олардың әрқайсысы қанша бұйымнан жасаған? Шарты бір көзеші 1300 теңге, қанша бұйым, қанша 2 бұйым кем дейді. Екінші көзеші 1950 теңге. Шешуі 1950 минус 1300 тең 650 теңге. 650 бөлу 2 тең 325 теңге. Әр бұйымға 1300 бөлу 325 тең 4, 1950 бөлу 325 тең 6. Сонда жауабы бір көзеші 4 бұйым, екіншісі 6 бұйым жасаған. Есеп, досымен есепті шығару жоспарын құр, оны шығар. Киім тігетін шеберханада ұзындығы 96 метр және 84 метр 2 орам мата болды. Олардан көйлектер тігілді. Бірінші орамға қарағанда екінші орамнан 3 көйлек кем тігілді. Әр орамдағы матадан барлығы қанша көйлек тігілді? Есептің шартын бірінші осылай жазамыз. Бірінші орам 96 метр, екінші орам 84 метр. 3 көйлек кем. Шешуі 96-дан 84-ті азайтамыз, 12 метр. 12-ні 3-ке бөлеміз, өйткені 3 кем деп тұр, сонда 4 метр. Әр көйлек үшін бұл 96 бөлу 4 тең 24, 84 бөлу 4 тең 21.
Жауабы: бір орамнан 24 көйлек, екінші орамнан 21 көйлек тігілді. Екінші есеп: берілген сандарды дөңгелекте. Ондықтарға дейін 583, 362, 643, 359. Жүздіктерге дейін 3622, 14999, 1456, 16341. Мыңдықтарға дейін 6356, 52446, 9215, 23558. Жауабы: ондықтарға дейін дөңгелектеуде 583 тең 580-ге, 362 тең 360-қа, 643 640-қа, 359 360-қа тең. Жүздіктерге дейін дөңгелекте 3622 3600-ге, 14999, 15000-ға, 1456 1500-ге, 16341 16300-ге. Мыңдықтарға дейін дөңгелекте 6356 6000-ға, 52446 52000-ға, 9215 9000-ға, 23558 24000-ға тең. Алтыншы есеп: өрнектерді жазбаша есепте және оны тексер. 12000 көбейту. Бірінші міне көрсетіп алайын. Енді 12007 көбейту 8 тең 96056. 96056-ны 8-ге бөлсек 12007 шығады. 50007-ні 9-ға көбейтсек 450 063. 450 063-ті 9-ға бөлсек 50007. 5589 бөлу көбейту 3 тең 16767. 16767 бөлу 3 тең 5589. 54006 бөлу 6 тең 9001. 9001 көбейту 6 тең 54006. 927064 азайту 93003 тең 834061. 834061 қосу 93003 тең 927064. 102097 азайту 100235 тең 1862. 1862 қосу 100235 тең 102097. 20365 тең 20365 қосу 99876 тең 120245. 241. 120241 минус 99876 тең 20365. 770300 азайту 37809 тең 762491. 762491 қосу 7809 тең 770300. Екінші есеп: есепті оқы. Есепті шығармай-ақ оның сұрағына бірден жауап бере аласың ба? Жауабыңды түсіндір. Туристер екі бағытты таңдады. Көккөл ең ірі тау сарқырамаларының бірі. Оған апаратын жолдың ұзындығы 35 км құрайды. Туристер атпен 5 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Бұрхат асуына дейінгі жолдың ұзындығы 51 км. Бұл асу Сібір мен Азияның жануарлар әлемін мекендейтін жер. Өтуі қиын асуда аттың жүру жылдамдығы 3 км/сағат. Қай жолға туристер көбірек және қанша уақыт артық жұмсайды? Есептің шарты дәл осылай жазып аламыз. S1 тең 35 км, V1 тең 5 км/сағат, S2 тең 51 км, V2 тең 3 км/сағат. T1, T2 табу қажетпіз. Ол үшін T жалпы жаңағыдай формула бойынша S бөлу V-ға тең, T1 тең S1 бөлу V1 тең 35 бөлу 5 тең 7 сағат. T2 тең S2 бөлу V2 тең 51 бөлу 3 тең 17 сағат. 17 сағат минус 7 сағат тең болады 10 сағатқа. Жауабы: Бұрхат асуына 10 сағат артық
уақыт жұмсайды. Сол жақ бөлігін бірден ықшамдауға келмейтін теңдеудің күрделі түрін шешу алгоритмін есіңе түсір. Мұнда осындай 4 теңдеу берілген, соларды қазір шығарамыз. Бірінші теңдеу бізде y минус 4760 минус 3568 тең 81598. Y минус 4760 тең 81598 қосу 3568. Y минус 4760 тең болады 85166-ға. Y тең 85166 қосу 4760. Екеуінің қосындысы 89926-ға тең. Енді Y-тің мәнін мұндағы шыққан мәнді мына жердегі Y-тің орнына қоямыз. Сонда тең болады 81598-ге. Екінші теңдеу 55090 бөлі V қосу 8867 тең 9684. 55090-ды V-ға бөліп 8867-ні минус алмалмен мына жаққа шығарамыз. Сонда 9654-тен 8867-ні азайтқанда 787-ге тең. V-ны табу үшін 55090-ды 787-ге бөлеміз. Сонда V тең 70-ге. Енді осы 70-ті V-ның мәнін мына жердегі V-ға қойып есептейміз. Сонда біздің теңдеу 9684-ге тең болады. 9654 тең 9654. Үшінші теңдеу С қосу 4584 минус 5869 тең 3216. С қосу 4589 тең 3216 қосу 5869. С плюс 4589 тең 9085-ге. Яғни 3216-ға 5869-ды қосқанда 9085 шығады. 9085 минус 4589 тең 4496. Осы С-ның мәнін мұнда қоямыз. Сонда 3216-ға тең болады. Төртінші теңдеу x бөлу 2 плюс 600 тең 2110 минус 1110. 2110-нан 1110-ды азайтқанда 1000. 1000-нан 600-ды азайтамыз 400. 400-ді 2-ге көйткенде 800. X тең 800-ге. 800-ді x-тің орнына қойғанымызда 1000-ның өзі шығады. Сонда 1000 тең 1000-ға. Есеп кесте бойынша өрнектер құр және жаз. Олардың мәнін тап. Азайғыш, азайтқыш, қосылғыш, қосылғыш. Так, А нұсқасы бойынша 1000 минус 305 көбейту 3 тең 1000 минус 915 тең 85. 550 көбейту 4 минус 1100 тең 2200 минус 1100 тең 1100-ге тең. 250 көбейту 40 минус 5400 тең 10000 минус 5400 тең 4600-ге. Тең 25000 минус 25 көбейту 10 тең 25000 минус 250 тең болады 24750-ге. А нұсқасы бойынша қосылғыш. Мұнда осындай 4 өрнек жазамыз. 80000 плюс 6000 бөлі 5 тең 80000 қосу 1200 тең болады 81200. Екінші 450 көбейту 4 қосу 440 бөлі 4 тең 1800 қосу 1110 тең 1910. 4450 қосу 3550 қосу 55 көбейту 30 тең 8000 қосу 1650 тең 9650. Төртіншісі 5600 қосу 4500 бөлі 5 тең 5600 қосу 900 тең болады 6500. Есеп туристік саяхатқа бару үшін артық жанармай алып шығу қажет. Бактың пішіні ұзындығы 8 метр, ені 6 метр, биіктігі 4 метр болатын тік бұрышты параллелепипед
тәрізді. Бактағы жанармай қанша 20 литрлік канистрда толтыруға болады? 1 литр бұл 1 дециметр кубқа тең дейді. Шарты А тең 8 метр, В ені 6 метр, биіктігі С 4 метрға тең. В-ны, яғни көлемді табуымыз қажет. Көлемнің формуласы көлемді табуымыз қажет, 20 литрде қанша канистр бар екенін табу қажет. Шешуі В тең, яғни көлемді табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. A, B, C. 8 көбейту 6 көбейту 4, 192 сантиметр кубқа тең. 192-ні 1000 дециметр кубқа көбейткенде 192 000 дециметр куб шығады. 192 000-ды 20-ға бөлеміз, 9600. Сонда жауабы 9600 канистр қажет. Есепті шығар. Біздің ауданда 2 тауық фабрикасы салынды. Үлкен фабриканың ауданы 60 метр квадрат, ал кішісінің ауданы 40 метр квадрат. Олардың әр квадрат метрдағы құстарға бөлінген орын саны бірдей. Егер кіші фабрикаға қарағанда үлкенде 100 тауық артық болса, онда әр қайсында қанша тауықтан болады? Үлкен фабрика 60 метр квадрат, қанша тауық? 100 тауық артық. Кіші фабрика 40 метр квадрат, қанша тауық бар? Шешуі 60 метр квадрат минус 40 метр квадрат тең 20 метр квадрат. 100 тауық бөлу 20 метр квадрат тең 5 тауық метр квадрат. 60 метр квадрат көбейту 5 тонна метр квадрат тең 300 тауық. 40 метр квадрат көбейту 5 тонна метр квадрат тең 200 тауық. Жауабы үлкен фабрикада 300 тауық, кіші фабрикада 200 тауық бар.